Сәлем қыздар, бүгін күлше нанын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген видеолар сіздерді күтетін болады. Нанымыздың қамырын дайындауға кірісеміз. Бізге ұн, тұз, сары май, қаймақ, дрожж және жылы су керек. Алдымен ұнға дрожжды салып, араластырып қоямыз. Керек заттардың барлығының грамын видеоның астына описанияға жазып қалдыратын боламын. Сосын ыдысымыздағы тұзға 2 ас қасық қаймағымызды саламыз. Және де сары майымызды, барлығы жылы болу керек. Сосын үстіне 2 шай кесе ыстық суымызды салып, араластыратын боламыз. Ендігі кезекте дұрыс салынған ұнды бөліп салып, қамырды біріктіріп тесто жасаймыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабысатын болғандықтан, аздап сұйық май салып, жақсылап біріктіреміз. Міне қамырымыз осындай жұмсақтықта шығады. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Шамамен 1 сағатта көтеріліп шығады. Біздің қамырымыз, нанымыздың қамыры осылай болып көтеріледі. Қамыр жұмсақ болғандықтан, оны майлап 6 бөлікке бөлеміз. Енді қамырымыздың ортасын қолмен жұқа қылып жайып, күлше нанымыздың формасын шығаратын боламыз. Енді формасын шығарып болып, қамырымызды 10 минутқа демалдырып қоямыз. Сосын барып, шанышқымен ортасын жұқа жеріні тесіп жібереміз. Және де оның бетіне жұмыртқамыздың сарыуызына сүтті қосып, бетіне жағып шығамыз. Нанымызды қызып тұрған пеште 220 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің нанымыз осындай жұмсақ, дәмді болып шықты. Дайындап көріңіздер, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.